Hoş келдіңіздер. Шеберлік каналында сіздерді көруге қуаныштымын. Бүгінгі күні біз бігізбен тігудің мынандай бір ерекшелігі бар. Мынау табанды тігуді мен бастап қойдым. Бірақ бүгін көрсеткім келіп жатырғаны осы табанның ерекшелігі кәдімгі бұрынғы көрсеткен видеома сай бігізбен қалай тігуге қатысты көрсеткен болатын. Оны қаласаңыздар осы видеороликтің соңында көре аласыздар бігізбен қалай тігуге қатысты. Ал қазір сіздерге көрсеткім келіп жатырғаны осы табанның ерекшелігі бұл қаттырақ табан. Әдеттегіден резина табандар болады, бірақ бұл одан бөлек қаттырақ табан. Яғни бұны біз қалай болса солай тіге алмаймыз. Әдеттегі резинаны сіз қалай кіргізіп қалай шығаруыңыз маңызды емес. Ал мынау табанда ол маңызды. Неге? Өйткені егер сіз сәл бүйтіп қисайтатын болсаңыз, қазір көрсетейін жақындатып. Сәл қисайтатын болсаңыз, бұл қиылып кетеді. Табанның ерекшелігі қиылып кететін қаупі бар. Сол себепті қисайтпай қалай кіргіздіңіз, солай шығару қажет болады. Мысалға қазір көрсетейін сіздерге. Яғни былай кіргіздім. Кіргізген кезде мына жағынан іш жағын көрсетейін. Кіргіздім. Іліп аламыз. Қалай тігуге қатысты және қалай бітіруге қатысты осы бейнероликтің соңында болады. Яғни қараңыздар, әдетте бері қарай шығарар кезде мен мына жерден бүйтіп басып тұрам. Осы жерден басам. Неге? Өйткені бігіз тіке шығу керек. Және жіпті де тартқан кезде бұлай тартып, бұлай болмайды тартуға. Неге? Өйткені жаңа айтқандай қиылып кететін қаупі бар. Бірақ міндетті түрде ішінде жіп қалып кетпес үшін тарту қажет. Яғни келесінде қайтадан қайталаймын. Сәл көтерейін. Сіздерге көрініп тұру үшін. Яғни көрініп тұрған шығар, сәл жақындатайын. Табанды видеоға сіздерге жақсы көріну үшін қараңыздар. Кіргіздім. Және тура осы бағыттан өзгертпей жағына ілмегіне жіпті іліп аламыз ішінен қазір. Және жаңа айтпақшыдай, мына жерін кесіп кетпес үшін және мына тіке алып шыға алу үшін мынау бармақпен басуым қажет болады. Басып тұрып, сонымен қатар мына жағымен бір тегіс алып шығуым керек. Қараңыздар. Тегіс көріп тұрған шығарсыздар. Мына жерде сондай қауіп бар. Қиылып кететін қаупі бар. Сол себепті қалай кіргіздім, солай шығарып жатырмын. Ескеріңіздер, егер сіздерде де осындай табандар кездесетін болса, ол міндетті түрде кездеседі. Үй жағдайында сіздер осылай жөндеп жатқан болсаңыздар, осылай тігіп жатқан болсаңыздар, қалай кіргіздіңіздер, тағы да көрсетем. Қалай кіргіздіңіздер, тура солай шығару қажет болады. Қайтадан басамын, бірақ мына жағынан тіке тартып шығаруға тырысам. Көріп тұрған шығарсыздар. Тағы қайталайын. Мынау табанның ерекшелігі бұл резина емес. Резинадан басқа мына жерде қолданылатын резинадан басқа сияқты. Неге? Өйткені бұл қиылатын қаупі бар. Сонымен жаңа айтқандай жіптерді де ары бері тарта бермейміз. Яғни былай
өзіміз қалағанша. Жоқ, бұл жерде бір реттілікті сақтап отыру керек жаңағыдай. Жазылыңыздар біздің каналға. Және алдағы уақытта да осы аяқ киімді үй жағдайында қалай жөндеуге қатысты болады. Сол себепті жазылумен қатар қоңырауға да басып қойсаңыздар, басқа туыстарыңызбен, таныстарыңыз, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де өздеріңіздің бағаларыңызды беріп, нені көргілеріңіз келеді осы каналда аяқ киім жөндеуге қатысты, соны жазсаңыздар болады. Ал мен өз жағдайымда қайсысы мүмкін, соны көрсететін боламын алдағы уақытта. Бізбен бірге болыңыздар, қызықты болады. Сау болыңыздар.